12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қадірлі қазақ елі, эфирде келді қасиетті сахна туралы театрым тағдырым хабары және мен Жұлдыз Бесек. Бүгінгі біздің қонақжай төрімізде Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі актриса Айжан Атымтаева. Хош келдіңіз, көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Денсаулығыңыз? Өте жақсы. Бәрекелді, тамаша. Сұхбатқа дайынсыз ғой? Дайынбыз. Сіздің өмірбаяныңызды оқып отырып, сіздің Сайрам ауданында туылғаныңызды білдім. Тараз қаласында қалай келдіңіз? Мен енді Тараз қаласына мен 1986 жылы күзінде Мұхтар Әуезов атындағы қасындағы жанындағы студияны, 2 жылдық студияны бітіріп келдім. Сол жерде актер және кино деген бөлім бітіріп, Әбубәкір Рахимовтың курсынан бітіріп келдім. Сөйтіп 1986 жылы күзінде осы театрға келдім. Мен енді өмір жолымды осы театрдан бастадым. Өнер жолын осы театрдан бастадым. Бәрекелді. Ең алғашқы сомдаған рөліңіз, сіз сомдаған рөлдердің ішіндегі жаныңызға жақыны қай кейіпкер? Мен енді осы театрға ең алғаш келгенде Оразбек Бодықовтың Жан азабы Мұқағали ағамыз туралы осы спектакль болып жатыр екен. Сол кезде маған махаббат деген елес, әр адамның махаббаты елесі ғой сол. Сонда Жан Мұқағалидың махаббат елес сомен кездескені, махаббатпен қалай осы махаббат туралы айтқандары, сол кезде мен сол махаббат деген елес қызды ойнадым. Сол менің жаныма жақын, сол рөл. Тамаша. Ең алғашқы рөліңіз сіздің жүрегіңізге әлі де ыстық десеңізші. Иә, ыстық, өте ыстық. Ұстаздарыңыз жайлы айтыңызшы. Енді ұстазым, мен айтып жатырмын ғой, профессор, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткер Рахимов, Әбубәкір Рахимов. Сол кісіде оқыдым 2 жыл. Сөйтіп, ол кісі жаңадан біз оқуды бітіріп неғып жатқан кезде қай театрға барасыңдар жолданба дегенде, бәріміз қайға барсақ екен, әркім өзінің еліне, жеріне кетіп жатты. Сонда мен осы Жамбыл театрын таңдап келгем. Өзім мен Шымкент облысының қызы болсам да, Жамбыл театрын таңдап келдім. Өйткені осы жерде осы театр ол кезде мықты, атағы дүркіреп, Жамбыл театры, ол кезде мықты режиссер кім? Марқұм болып кетті енді. Ерғали Исабекович, өзім жерлесім Шымкенттік. Сол кісі осында істеп жатқан дүрілдеп, ең мықты театр сондай атағы бар болатын. Сөйтіп мен осы таңдап келдім. Сөйтіп келіп, осындай жұмыс істедім. Одан кейін гастрольдік сапарларға бардым. Осы қазіргі апайларымыз істеп жатыр ғой, үлкен апайларымыз бар. Олардың бәрі ол кезде жабзас, әдемі сондай 45-40 шамасында тұғын. Солармен бірге гастрольдік сапарда жүрдім. Енді сол 90 жылдары гастрольдік сапарды өзі кеңес бәрі ауысып жатқан кезде тоқтады ғой. Сондай қызықты жағдайлар болды. Мен енді ол кезде жас болғаннан кейін бір гастрольде неяқта жүрсем, анаяқта бір жағдайлар болып, біреу ауырып қала ма, или бір үйлеріне қайтатын болғанда мені жіберіп тұратын. Мен сонда өзімді ойлайтындым, осы мен бір мына неде, бригада дейді онда. Бригадада жүрем, одан кейін, ой, анаяқта осындай жағдай болды, Айжан сен бар дейді, мен сояққа барам. Сонда әртүрлі қызықты оқиғалармен жетем. Өйткені ол кезде не ой, қорқыныш жоқ, жібере береді. Қазір мына заманда қиын ғой, қазір қандай оқиғалар болып жатыр. Сонда мен барамда қорықпаймын, сонда білмеймін. Мен осындай адрес барасың, сол жерге тауып, сол жерде рөліңді ойнайсың дейді. Оқушы қыз бар, махаббат бар. Қорықпаймын, көптеген билеттерді алып алам, пойызға мінем де кетем. Бірақ өзім ойлаймын, қалай қазір ойлаймын. Жастық албырттық па, қалай қорықпай, қалай осында жүре бердім. Тағы да бір адамдардан сұраймын ғой. Мына осындай әртістер келді ма, қандай гостиницада жатыр деп сұрасам, соларға да сенем, адамдарға сенімділікті. Өйткені сіздің өзіңіздің ойыңыз таза ғой. Иә, таза. Соларға да сенем, осы мен апарып тастаймын десе, мынау қандай екен деген бір ой келеді, бірақ кете берем. Өйткені сенем, ол адам да таза болып шығады, сол жерге апарып тастайды. Бар кейін сол оқиғаларымды айтсам, өзімнің әріптестер, апалар, ойбай, қалай қорықпай келдің, қалай не, ол алдап кетсе қайтесің дейді. Жастық қой деп қояды ғой жаңағы. Сондай оқиғалар. Одан кейін гитара сатып алам, өзім бір құштарымды сондай қызықты нелерге. Гитара сатып алып гастрольде өте қызықты нелер болды. Одан кейін тұрмысқа шықтым. Содан кейін қай жақтың жігітіне тұрмысқа шықтыңыз?
мен мынау Қордай Қасым Қуандық, соның жұбайымын. Иә. Режиссер Иә. Қасым ағаның жұбайысыз. Иә. Бәрекелді, өте тамаша. Өте қуаныштымыз. Өзіңіз туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Әлде осы Тараз қаласын туған жерім деп әбден сіңісіп кеткен шығарсыз? Иә. Мен туған жеріме барып тұрамын. Өзім еліме, Шымкент жақын ғой. Бірақ мен осы Тараз қаласына қатты үйреніп қалғам. Ояққа барсам да, кеттім Таразға, кеттім десем, ой, бұл Айжан әбден Таразға нағып кеткен деп маған бауырларым күлетті енді. Иә, өзіңіз қазір айтып қалдыңыз, Қасым ағаның жұбайымын деп, екі өнер иесінің бір шаңырақта бір отауда бас қосуы. Ғажап па, азап па? Енді ғажабы да бар, қиындығы да бар, бәрі бар. Бірақ мына өнер болған кейін, мен енді өнер адамында болғаннан кейін өзім енді түсінем. Өйткені екі жақтап қандай қиындықтар болса да, қуаныштар болады, қиындықтар болса да, екі жақтап соны әйтеуір өзіміз қолымыздың келгенше тату тәттілікпен әйтеуір өмір сүріп келе жатырмыз. Иә, енді көп актрисалар мен актерлардан сұхбат алып жатырмын. Барлығы Қуандық ағаны мақтайды. Жалпы айтады ғой енді, актерді өсіретін де, өшіретін де режиссер деп. Сіздің ойыңыз қалай? Иә, дұрыс енді ол да. Актер енді негізінде көп режиссерлар бар. Мен көбінесе кейбір режиссерлар сол жаңағы рөлдерді көп ойнайтын, бұл дайын, көп ойнайтын, басқа бір актерлармен енді өсіп келе жатқан, талпынып келе жатқан істегісі келмейді негізінде. Бірақ Қуандықтың бір несі ол талғамайды. Мені өзіне келе ма, жамбасына нағыла ма, сол актердан шығарады соны. Жұмыс етіп, оны талап өзіне. Сондай бір еңбекке актерларды өзіне тартып. Актердің бойындағы таланттарды ашады десеңізші. Ашады, сол таланттарды ашып, соны тығылып жатқан бойындағы қасиеттерді бойынан суырып алады ғой режиссер. Иә, дұрыс айтасыз. Өзіңізге қай жанрдағы театрдың, енді комедия, трагедия, қайсы сізге жақын, драма ма? Қандай кейіпкерлерді сомдағанды ұнатасыз? Мен енді өзім армандап, жас кезімде армандайсың ғой енді. Ой, Ақтоқтың ойнасам деп енді өмір енді әртүрлі кезеңдерге өтеді ғой. Бірақ енді сол кезде енді тұрмысқа шықтым, отырдым, біраз балдармен отырдым, 7 балам болғаннан кейін. Енді ол да уақыт өтіп кетті. Ақтоқтың армандасам деп орындаймын. Лирика жағына сәл өзім. Өйткені Әбубәкір Рахимовта бір Айжан, сен енді лирика жағына жақынсың деп сөйтіп айтатын. Сондай рөлдерді ойнайсыңдар деп. Өйткені Алдаркөсен өзі дипломный жұмыс жасағанда маған сонда қарлығашты беріп сөйтетін. Сондай рөлдерді беретін. Енді күйеуіңіз режиссер, күйеуіңізге айтып, бір тамаша рөлді осы жасыңызда ойнап шығу ниетіңіз бар ма? Өзіңіз аңсаған рөліңізді? Бар ғой енді, бірақ білмеймін, ойламаппын о жағын. Енді қарап отырсам, ұяң мінезді, кішкене жиі көрінгенді ұнатпайды екенсіз. Ол өзіңіздің табиғи болмысыңыз ғой. Солай, табиғи болмысым деп ойлаймын енді. Байқап қарасам, сіз және де өлең жазады екенсіз. Өлеңдеріңізді ала кепсіз. Осы бізге қонақ кәде ретінде өлеңіңізді оқып берсеңіз. Енді мен мына өлең жазғанда өзім хобби деймін, сондай өзім солай бір қиналған сәттерде, бір жаңағы қуанған сәттерде, әйтеуір бір өзім өмірді жақсы көріп кеткен кездерде бір өзім шабыт келген кезде бір өлеңдер жазамын. Бір өлең жазып бір ақынмын деп айтамаймын негізі. Сосын өзім жаңағы балаларым кішкентай бәрі үйде отырдым ғой, балаларым кішкентай бәрі. Сол кезде отырған кезде балаларымның арасында бір шабыттар келіп өзім өлеңдер жазып отырамын да. Сол кезде балаларының ортасында шулаған, осында да құйылады жыр маған. Мен өзімді бақыт көріп, шаттанып,
нұрланам да балалардың ортасында жыр жазамын деймін да, жаңағы ана балаларым шулап жазған. Содан кейін ертегілер жазғанда да мен түнде ұйықтар алдында балалармен отырғанда жаңағы ертек айтып бер дейді ғой. Сонда жаңағы өзімнің фантазиямен қосып оларды жаңағы қызықтырып, сонда ертегілер сол да маған әсер етті. Кейде бір әңгімелер, қысқа ертек әңгімелер болғанда соларды инсценировка жасап, өзім одан бүйтіп өрбітіп оқиғаларын ауыстырып, сөйтіп өзім сондай айналысам да сондайлармен. Сосын өлеңдер жазам. Мынау жаңағы Димаш как раз сол 17-ші жылы апта сайын осы бізде тікелей эфирде болып жатты ғой. Сонда мен соны әр апта сайын аңдып отырып, Димаштың қандай жетістіктерге жетіп жатыр, қандай өтіп жақсы нәтижелер шығарып жатқан кезде мен сонда Ханзада Димаш деген өзімнің толғауымды жазғанмын. Соны өзінің мамасына да жібергенмін. Ол маған рахметін айтып, қуанышын жеткізіп сөйткен. Сол Ханзада Димаштың үзіндісін оқып берейін енді. Бүгінде аспан асты елінде, Чанша деген жерінде басталды бір ән дода. Мен әншімін дегенді жинапты бұл ән жоба, күміс көмей әншілер самға ұшты Чаншаға. Канада мен Шанхайдан, Гонконг пен Тайваннан келіп жатты әншілер, қалмаймын деп байқаудан. Ұлы дала елінен, жерінен, қазақ деген елінен келіп жетті Димаш та жеңіске деген сеніммен. Бой сұңғақ нұрлы жанар, жан біткенді тамсандырар, қыз-қызғалтақ естен танып, мөлдір көзден жас тамшылар. Бояулатып ән бастады, қоңыр назды үнімен, тебірентіп толқытты, ғажап сазды әнімен. Жан біткеннің жаны тынып, құдірет үнге құлақ түрді, жүрек балқып, көз манаурап, қуаныштан жылап күлді. Ғажайып ән шарықтады, әуеледі қалықтады, тыңдарманда жәнді ұғып, үн құдіретіне таңырқады. Әуелеп барып ән басылды, тыңдарман жан үнсіз қалды, шапалақ кенет құлақ жарды, қошеметтеп әсем сазды. Әлемге тарады нәзік ғажап үн, ынтықты бәрі көруге Ханзада қазақ баласын. Жұлдызды жұлдыз таныды, Димаштай оғлан баланы, қадірлеп оны дарынын Чекечан мырза табынды. Ұласты арманға, сонау алыс Парижден, өнеріне бас иген хабарласты Лара Фабианда. Шаттанды Димаш, шаттанды, өнерпаздар қолдап оны аттанды, қазақтың ән мен күй күмбірлеп, кернеді жұлдыз ашық аспанды. Жырлады Димаш, жырлады, үнімен жазып дастанды, дәстүрін жалғап қазақтың сазымен шашқанды. Жұлдыздар басын игенде, қазағым үнсіз қалмады, Ханзада елге келгенде, құшағын жайып қарсы алды. Шын асыл адал ниетпен, құрметке бөлеп ел басым, жеңіске жет деген тілекпен демеді қолдап Димашын. Аспан асты халқына, миллиардтан асқан даңқына, өнерін танып қолдаған мың алғыс Қытай халқына. Шуағын шашты арай күн, ұлы достыққа балаймын, қасында шәрім алпамыз, еңбегі де зор арайдың. Атамен әже баласы, Димаштың әке анасы, Дін Мұхамбет ақ Димаш көзінің ақ пен қарасы. Тәңірім желеп жебей жүр, ақ бұзат мінсін шабыста, алдында асу талай тұр, жетсін ұлан табысқа. Достық бен өнер жалғасты, тыныштық бірлік болғасын, өнердің биік шыңында Құдайым сені қолдасын. Бүгінде, аспан асты елінде, Чанша деген жерінде жетеді Димаш жеңіске. Тамаша, өте керемет. Деп жазған болатын енді сол кезде. Бәрекелді, өте тамаша екен. Өзіңіз драмалық шығармаларда жазады екенсіз. Сіздің жазған драмаларыңыз Кім патша, Қыз қасқыр және Жақсы күн деген болу керек.
жаңарған. Жаңғырған жаңа күн деген ертегілеріңіз жас көрермендерге жол тартып, олардың жүректерінен орын алған екен. Сол турасында өзіңіз кеңінен әңгімелеп берсеңіз. Енді кім патша болғысы келеді деп Ағила Сауранның өзі жас қыз болатын ол кезде. Сол кезде ертегілерін оқыдым мен. Сонда жаңағы кім патша деп ауыстырдым да, сөйтіп сол ертегілерден инсценировка жасап, драма, пьеса, ертегілер жаздым. Енді оны көп театрларда қолданды, көп театрлар қойып жатыр. Сосын жаңағы жаңғырған жаңа күн. Бұл енді өзім ойымнан, мынау қазір бір уақытта бәріміз жаңаруымыз керек, бәріміз өзгеруіміз керек дегенде, сонда мен өзгертіп, соны наурызға байланысты жаздым. Әндерін, өлеңдерін жазып бердім, оны театр қойды, жақсы жүрді. Қызға ол енді сол уақытта өтіп кетті осыдан көп жылдар. Мыналардың бәрін мен мысалы 2010-2017 сол уақыттарда жазған көбісін. Одан кейін мына Қыз қасқыр Шерхан ағаның 80 жылдық тойында осындай әр әңгімелерінен жариялады да. Сол кезде мен Қыз қасқыр әңгімесін кішкентай шағын ғана соны оқып, содан ол енді 1900 сол ашаршылық кезінде жазған ғой ол кісі. Бірақ мен оны басқа жаққа бұрып алып кеттім да, енді әңгімені. Сөйтіп, солай жазған қасқырлар мен адамдар арасындағы. Қасқырлардың адам, бірақ адамның арасында да қазір көп қой қасқыр болып кеткен. Одан кейін қасқырдың ішіндегі адам бұл. Соны екеуін салыстырмалы түрде жаздым. Сол қызды қасқыр асырап алып, соны өзінің бауырына басып асырап алған. Мысалы, қазіргі жағдайда көп қой мынау тастап кетіп жатыр, нағып жатыр. Сондай адамның арасында сондай тастап кетіп жатқанда қасқыр бауырына басып, асырап, оны тәрбиелеп өсірген сол Қыз қасқыр. Сол туралы жазғам. Оны енді бұлай театрларда қойған жоқ. Мектептерде студенттер бұлай алып қойды. Театрлар. Шерхан ағамыз өзі көрмеді ме? Көрді. Көрді, кітап жақсы деген бағасын берді. Сосын көп пьесалар болғанда да өзінің кітабының бір томында мен осы пьесамды басып шығарды кітабына. Соған қуаныштымын. Қандай тамаша, керемет жаңалық. Әлі де жазған драмаларыңыз бар шығар? Енді мен қазір көп мынандай қазір өзіміздің салт дәстүр дейді ғой, ата, әже, балалар, сондай туралы өзім бастап жатырмын. Солардың ата мен әже балаларды қалай тәрбиеледі, мына қазіргі заманға. Бұрында оқиғалар көп, сондай бір қорқынышты, сондай нелерді, сондай фантазияларды ойлайтын тұғымда, қазір наоборот тәрбиелеу, жақсылыққа келу, өзіміздің кішкентай қазақтың балаларын ұлтжандыққа нағу, сондайлар туралы бастап жатырмын. Өзім сол ата әженің балалары деген сондайларды, әртүрлі балаларды, әртүрлі ата әжелер сондайларды. Тамаша, өте керемет. Енді осы өз жазғандарыңызды басып шығару ниетіңіз бар ма? Оны да көп ойлаған жоқпын әлі. Ойламаппын. Жазам, тастаймын. Жазып қоясыз? Иә, жазып қоямын. Өлеңдерім бар, көп өлеңдерім көп. Бірақ баспаға бермейсіз? Жоқ, берген емеспін. Сосын жаңағы өзім қиялданып, көп енді ойланам мені. Ән деді жазып кеткен сияқты. Әйтеуір өмірге құштар болып, ән жазғым келеді. Бәрін сондай нелер армандар. Өте керемет, 8 қырлы, 1 сырлы талантпын десеңізші. Өте жақсы. Және сіз алтын алқа иегерісіз, көп балалы анасыз. Сіздің балаларыңыз, сіз сахналаған қойылымдарды, немесе біздің әкесі сахналаған қойылымдарды жиі тамашалап тұра ма? Иә, көреді де. Мен енді мынау үйде балам бар. Ол да өз сценарист жазып, сондай әуестенеді да, бірақ басқа салада істеп кетті. Сол балам оқып неғаған кезде, мен енді жаңағы көп фантазияларды неғағанда қысқартып, ондай көп неғала бермесеңізші деген ойларын айтады, несін айтады. Әкесінің спектакльдерін көріп, балам Таргуйда оқиды, актерский. Ол да келіп көріп, бәрін ағылып. Бірінші сыншыңыз кім? Сіз қойылым қойғанда немесе осындай шығармалар жазғанда кімге оқып бересіз? Мен бірінші балам оқып берем. Өйткені ол балам көп
енді біз көп ақыл айтқыш болып жаңағы сөйтіп кетеміз ғой. Сонда ол енді қысқа нұсқа, соны жақсы, идеяңыз жақсы деп сөйтіп балама оқып беремін. Балам бәрін өзінің ойын айтып сөйтіп отырады. Тамаша, бәрекелді. Енді балаларыңыздың бойында да осындай қасиет бар екен, өзіңіз айтып отырсыз, актер мамандығында оқып жатыр деп, Иә, биыл бітіреді. Өздеріңіз қарсы болған жоқсыздар ғой? Жоқ, өзі таңдап барды. Мен де енді балам соны оқыды, содан кейін Бішкекте қызым, ең үлкен қызым, өнер академиясын бітірді сол Бішкекте, сонда қазір жұмыс істеп жатыр. Төртінші қызым өзі балетный нені бітірді, Алматыдағы, Селезновадағы. Қазір өзі Қызғалдақ деген ансамбль ашып, сол Чемпиентте бейнесінен, ол балет, сондай сабақ береді. Бәрі сондай өнер жолында. Ең үлкен балам ол жерде колледжде суретшіні бітірген, сурет өнер несін. Өнерден алыс кетпепті ғой? Иә, алыс. Тамаша. Сөз басында айттыңыз, өлең жазам дедіңіз. Тағы бір сіздің тамаша туындыңызды естісек? Енді мен осы театрға келгенде үлкен майталман актерлар болды дедім ғой. Қандай күшті ағалар, актерлар. Солармен репетиция жасаймыз, сол кезде бәріміз көңілді. Сонда Айжантай өлеңдерін жазса, жібер дейді. Мен ол кісі де өзі өлеңдерге сондай ақын да. Сосын жарайды онда деп мен отырам да жіберем ғой. Ол маған жауап жазады. Ағалар ғой, әзіліміз жарасқан. Сол кезде мен теңбілер. Ешкім жоқ аға сізге теңгелер. Кімді ойлап отырсыз, көп қой сұлу, әсем сұлу жеңгелер дедім ғой. Сөйтсем теңбілер, көп ақ бізде жеңгелер. Аққудай болып таранған, ешкім жоқ сізге теңгелер деп. Жайсаңдар, сымбат, сұлу бойшаңдар, жараспады сөзімді жалған сөзді қойсаңдар десем, өзгеге есеп бермеймін, шын ба әлде жалған ба, өзгені және көрмеймін, жанарың жана қалғанда. Сымбатты сұлу бойшаңым, ойласам терең ой сағым, Қарахан батыр кім екен, келбеті сенсің Айшаның. Әйтсе дағы, мен үйімде неге жатам, күйігімді арттырам, жігіттердің кеудесіне нан пісіп, жүргендердің шапкілерін орамал ғып тартқызам деп мен айтам ғой. Сөйтсем, айда сұлу көрінер көк аспанда, күнде сұлу көрінер көк аспанда, сендей нәзік сұлуға қатал болу, ойлап көрші, қарындасым, жаным-ау, жарасқан ба деп. Сондай айтыстар болатын, өте сондай бір қызықты кездер болатын. Сол бәрекелді, өте тамаша. Біздің уақытымызда таяп қалған екен. Құрметті Айжан ханым, бүгін студияға келіп, уақытыңызды бөліп, тамаша шығармаларыңызбен бөліскеніңізге, сыр сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта шығармашылық толағай табыстар тілейміз. Аман жүріңіз. Қадамың кітап басылар, өмірдің өзі сия біл. Әу бастан тағдыр жазылар, өмірдің өзі театр. Амандықта жүздескенше, ардақты ағайын.